Аорта стенозы солтүстік өңір тұрғындарының арасында сирек кездесетін диагноздардың бірі. Жоғары технологиялық отаны өңірде тек 2-ақ маман жасай алады. Сегодня проводится Петропавлда қолқа клапан орнату бойынша бірегей операциялар жүргізілуде. Бұл ота жасына және созылмалы ауруларына байланысты ашық араласуға болмайтын науқастарға жасалады. Бүгінгі таңда профессорлардың келуінің арқасында, хирургтарымыздың байланысының арқасында біздің пациенттеріміз осы операциядан өтуге мүмкіндігі бар. Шеберлік сабақтарын өткізу үшін солтүстік аймаққа Швейцария мен Германиядан мамандар келді. Профессор Кейс Уолдрайт бұған дейін де Петропавлға келіп, әріптестермен тәжірибе бөліскенін айтады. Мұндай операциялар кеуде қуысын ашпай, жабық түрде жүзеге асырылады. Анестезия жоқ. Осылайша пациент бұндай процедурадан кейін әдеттегі хирургиялық араласудан көрі тезірек қалпына келеді. Адамдардың өмірін сақтау үшін тәжірибе алмасу өте пайдалы деп санаймын. Жоғары технологиялық операциялар жергілікті кардио орталықта соңғы бірнеше жылда жүргізілуде. 2022 жылдың басында басшылар шетелден келген профессорлармен келісім шарт жасасқан. Қолқа стенозы көбіне 50 жастан асқан адамдарда тіркеледі. Бұл ауру туа біткенде болуы мүмкін. Швейцария мен Германиядан келген біздің дәрігерлерменен, ғалымдарменен сөйлесіп, оларменен осындай договор жасасып, бізге мынау қолқа стенозы кезінде жүректің аортальный клапанға имплант жасауды үйрендік. Осы апрель-айында 3 сырқатқа жасадық. Енді мінекей сол ненің жаңағы договордың арқасында осы тағы да бүгін 3 сырқатқа сондай операция жасап жатырмыз. Оны жаңағы шетелден келген дәрігерлердің көмегімен біздің дәрігерлер өздері жасап жатыр. Мамандар аорта қақпақшасын транскататорлық имплантациялау бойынша отаны солтүстік Қазақстанға жасамақ. Барлық хирургиялық араласулар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында тегін жүргізіледі. Айта кетейік, осындай бір операцияның құны шамамен 6 миллион теңгені құрайды. Дана Калиева, Дамир Ескендіров, Первый Северный.